сынып жетекшісі Қалымбек Дарызбек Тынабайқызы. Қазір әдебиеттік оқу сабағынан түскі тамақ, қышты тамақ атты видео сабағымызды тамашалаңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер ғой! Отыра қойыңдар. Балалар, қане ортаға шығып, шаттық шеңберін құрайықшы. Келе қойыңдар ортаға. Қол ұстасайық бәріміз. Қол ұстасыңдар келіңдер. Қатты ауыздар бөледі. Бір, екі, үш, Достармен бірге жүреміз, бірге ойнап келеміз, бірге сабақ қараймыз, мінезге қандаймыз. Жақсы балалар, орнымызға отырайық. Біздің сабағымыздың тақырыбы түскі тамақ, күшті тамақ. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді табу. Шығарманы дауыстап түсініп, рөлге бөліп, мәнерлеп оқимыз. Қазір балалар, біз жаңа тақырыпты өтпес бұрын үй тапсырмасына үй тапсырмасын еске түсірейік, жарай ма? Балалар, өткен тақырыбымызда біз қысқы кеш тақырыбында өттік, е? Қане еске түсірейікші. Қыста балалар, ауа райы қандай болады? Қыс мезгілінде далада қандай болады? Орнынан тұрады. Салқын боран болады. Қандай болады? Аппақ болады. Балалар қармен ойнайды, боран болады. Отырап, Айзере, Рамболда келесейік. Айзере, айта қойшы, қыс мезгілі қандай болады? Боран болады, салқын болады. Жарайсың, отыра қой. Балалар, бүгінгі тақырыбымызды әрі қарай қызықты қылу үшін мен сендерге адамның денсаулығына байланысты қандай тағам зиян әрі пайдалы екенін қазір еске түсірейік, иә балалар? Білесіңдер ме, адамның денсаулығына мына алма, жеміс-жидектер пайдалы ма? Иә. Пайдалы. Балықшы балалар? Иә. Сушы балалар? Иә. Мына пицца, суши деген естулерің бар ма? Көрдіңдер ма сендер оны? Иә. Ол пайдалы ма? Әлде зиян ма? Зиян. Мынау не көрді? Пайдалы ма? Зиян. Колашы, кола. Зиян. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, қазір сендер бір қолдарыңды шынықтырып, сергіту сәтін жасап жіберіп келе қойыңдар. Ортаға келе қойыңдар. Сау. Келе қойыңдар. Келе қойыңдар. Тұра қойыңдар. Қазір Айзере сендерге өлең айтады, соны қайталаймыз. Мен жақын тұра қойыңдар. Қатты дауыстан шығады. Тербеледі ағаштар, алдымнан елестеді, кіршігі ағаштар, үлкен болсыды. Торбаңдаған аюдың, құлпын айып өрнеген, тер аламыз, қалтамызға саламыз. Жарайсыңдар балалар, орындарыңа отыра қойыңдар. Бүгінгі жаңа тақырыбымызды әрі қарай тереңдете түсу үшін оқулықпен жұмысымызды бастайық. Оқулықпен жұмыста бұл жерде түскі тамақ жайлы өлең жолдар бар екен. Соны оқи қойшы Алина дауыстап. Тыңдаңызшы, апай айтар ақылды, түскі тамақ күшті тамақ татымды, дәмді сорпа тәбетіңді шақырар, қуырдақ бар қасығыңды батырар. Салат та бар пайдалы нәз бұл аса, палау да бар дәм татып көр ұнаса, қалауын не құс еті ме бал. Сабағымызды әрі қарай қызықты өту үшін мен сендерге қазір карточкаға таратамын. Бір-бірлеріне, сыныптастардың бір-біріне тақырыпқа байланысты хат жазамыз. 2 жұлдыз, 1 тілек. Қане, жақсы. Жаза ғой. Сен өзің досыңа жаза ғой. Дәмек, сен өзің досыңа. Алайын, сосын мен оны тексеремін. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты екінші тапсырма түскі тамақты үйден үй тапсырмасын жаттауға беремісіңдер. Жаттап, жақсылап дайындалып келіңдер. Бүгінгі сабағымызды қазір қорытындылап аяқтаймыз. Мына жерде сендерге қараңдаршы, табыс ағашы тұр. Осы табыс ағашы арқылы мынандай алма стикерлер бар қолдарыңда алдарыңда. Соны алып, түсінсеңдер, өте жақсы қызықты болса сабағымыз қызыл белгіні
Егерде маған сабақ ұнады, бірақ аздап қателіктер болды десеңдер, сары алманы жабыстырасыңдар. Ал егер мүлдем түсінбедім, сабақ дым қызықсыз болды десеңдер, жасыл алманы жабыстырасыңдар, е? Қане Дамир, шыға қойшы, қай алманы жабыстырасың сен табыс ағашына? Түндікін жабыстыра қойшы табыс ағашына. Жарайсың. Айзере келе қойшы. Келе ғой жақсылық, қайсысы дейсің? Барлықтарына қызықты болды ма бүгінгі сабақ балалар? Иә. Келе ғой, Алина. Жарайсыңдар, барлықтарына сабақ қызықты болса, онда балалар бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болса, онда сабағымызды аяқтаймыз.